Бәйтерек орта мектебінің 9 сынып оқушысы Елмұрат Құзайынов. Менің жобамның тақырыбы Қазақстанның 7 кереметі. Жобамның басты мақсаты еліміздің тарихи ескерткіштерін дәріптеу, тарихи құндылықтардың маңызын зерттеу. Қазақстан бай тарихы мен табиғатымен ерекшеленетін ел. Біз Қазақстанның 7 кереметімен танысамыз, олардың ұлттық мақтаныштың маңызды бөлігі болып табылатынын жеткіземіз. Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанның табиғаты тарихи орындарға өте бай, қолөнері де ерекше дамыған. Қазіргі жастар оларды көп біле бермейді, өйткені қоғамдық өзгеруіне байланысты кейбірі ұмытыла бастаған. Қазіргі таңда ұрпақтарға тарихын біліп, оны елге танытуы тиіс. Қазақстанның 7 кереметін танысып өтетін болсам, бірінші кереметі Бәйтерек монументі. Бәйтерек монументі 2002 жылы Қазақстанның астанасы Астана қаласы болып жарияланғаннан кейін құрылысы басталған. Оның биіктігі 105 метр және үстіндегі алтын шардың ішінен қаланың көріктілігін тамашалауға болады. Ол Бәйтерек өмір ағашы, еліміздің бостандығын, емін-еркіндігін және өсіп-өнуін дәріптейді. Екінші керемет Тамғалы тас петроглифтері. Тамғалы тас петроглифтері қола дәуірінен бастап орта ғасырларға дейін жасалған. Ол жерде аң аулау, наным сенімдері, жануарлар, өсімдіктердің бейнесі бейнеленген. Петроглифтер қазақ халқының ежелгі мәдениеті мен өмірі туралы мәлімет береді. Үшінші керемет Алтын Емел ұлттық паркі. Алтын Емел ұлттық парк. Оның аумағы 450 гектарды құрайды. Парктың табиғи байлығы мен биоалуан түрлілігі әлемде сирек кездеседі. Алтын Емел ең үлкен құмды төбелердің бірі, Айшы құм орналасқан. Паркте таулы, шөлді, далалық және ормандық ландшафттар кездеседі. Төртінші керемет Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Түркістан қаласында орналасқан. Ол 14 ғасырларда Әмір Темірдің жарлығымен Қожа Ахмет Яссауидің зираты ретінде салынған. Бұл кесененің сәулет жағынан ислам сәулет өнерінің ең әсем үлгісі болып табылады. Ислам әлеміндегі маңызды діни және мәдени орын әлемнің әртүрлі бұрышынан туристер келеді. Бесінші керемет Шарын шатқалы. Геологиясына тоқталатын болсақ, Шарын шатқалы бірнеше миллиондаған жылдар аралығында қалыптасқан. Ал Шарын шатқалы табиғи сұлулығымен әлемдік деңгейдегі туристік орынға жатады. Қазіргі таңда Шарын шатқалын қорғау үшін мемлекетіміз 6-шы керемет Бурабай ұлттық паркі. Бурабай ұлттық паркі демалыс және де сауықтыру орталығы. Онда демалуға да ең тереңде болады. Бурабайда көлдер, таулар, ормандар, аңыздар мен тарихы бар көптеген көрікті жерлер бар. Бурабайдың таулы және орманды аймақтары өте көп, оның табиғаты ерекше сұлулықпен сипатталады. 7-ші керемет Бекет Ата жерасты мешіті. Бекет Ата жерасты мешіті 11-ші ғасырларда салынған, жер астындағы кен және күрделі жүйесі бар мешіт. Бекет Ата ислам дінінің және қазақ мәдениетінің маңызды орындарының бірі болып саналады. Мешіт туристер үшін қызықты орын, онда жер асты әлемімен толық танысуға болады. Қорытындылай келе, Қазақстанның 7 кереметі ұлттық мақтаныштың символы және әлемдік мәдениеттің ажырамас бөлігі. Бүгінде мен сіздерге көрсеткен 7 керемет ол тек мен үшін ғана танылған. Қазақстанның байлығы, табиғаты мол болғандықтан бұдан да көптеген көрікті жерлер бар. Қазіргі таңда жастар осы туристік жерлерді, көрікті жерлерімізді дамыту, сақтау, келесі ұрпаққа жеткізу біздің басты міндетіміз болып табылады.